Дулат Исабековтің өкпек жолаушы повесінің желісімен түсірілген. Әлі жауып тұр. Ертай кешігіп қалар ма? Ертай кешігіп қалатын шығар. Ертай кешікпесе екен. Бисмилля. Алло, Ертай, сен ба? Неге кешігіп жатсың? Ертерек келем дегендерің қайда? Жарайды енді. Асығыңдар енді тезірек. Кім екен бұл? Ертайым шығар. Ертай? Балам, сенсің ба? Ой, Ертайым шығар десем сені. Мені кешіріңіз. Мен бұл үйде бұрын тұрған едім. 20 жыл өткен соң көргім келді. Кімнің үйін іздеп жүрсіз? Әлі тұр екенсің ау, амансың ба? Не де болса кіріңіз, үстіңіз су. Мақұл, қанша өзгерген, бірақ сол кездегі жылылық қалған сияқты. Бұл шай өмірімдегі ең дәмді шай болар, рахмет. Сонда сіз Якутада тұрасыз ба? Онда не істейсіз? Енді ештеңе істемеймін. Бұрын геолог болған бірақ өмір өз жолымен бұрды. Тегін адам емес екен солай. Осылайша олар бір-бірін тани бастады. Бір ұлым бар еді, ол жоқ, әйелім де жоқ. Жалғыз қалдым. Мен де балаларды өсірдім, бақтым, қақтым. Енді олардың өздерінің өмірі бар. Адамдардың бәрі осылай ғой. Келеді, кетеді. Біз тек жолаушымыз. Роза қайда? Ол осында. Ертай балам, сен мас емессің ба? Роза жоқ бұнда. Роза екен десем шын. Ей, тоқта, Ертай. Қайда кеттің балам? Түн ішінде. Кететін уақыт болды самолетіме. Кешігіп қалдым деп ойламайсыз ба? Өмірде ең маңызды кездесулер кейде кешігуден тұрады. Сізге көп рахмет жолыңыз үшін. Бүгін менің де өмірімде бір нәрсе өзгерген сияқты. Ешқашан ұмытпаймын бұл кешті. Неге мені жалғыз қалдырдың? Енді қалай өмір сүремін? Жалғыздық жанымды ауыртады. Мам, кешір, кел балам. Мен қатты қиналдым. Роза кетіп қалды, басқаға тұрмысқа шықты. Неге ертерек айтпадың? Ұялдым, сен ренжіткім келмеді. Сен біз үшін ғана өмір сүрдің, мама. Балам, бәрі жақсы болады. Қош, не мама, кіммен қоштасып тұрсың? Өкпек жолаушымен. Мама, мен оған кетейін демедім. Енді кеттім, сен жалғыз қалдырмаймын.